Мәселбек Доқтырбек Манатбекұлы 1961 жылы 23 ақпанда Жамбыл облысы Талас ауданы Қызыләуіт ауылында дүниеге келген. 1978 жылы Ленин атындағы Қазақ политехникалық институтының Қаратау қаласындағы жалпы политехникалық факультетінің өндірістік және азаматтық құрылыс мамандығы бойынша күндізгі бөлімге оқуға қабылданды. 1987 жылы қазанда Москва қаласында Куйбышев атындағы Москва құрылыс инженерлік құрылыс институтында ғылыми ізденуші. 1988 жылы желтоқсанда осы аталған оқу орнының құрылыс материалдары кафедрасының күндізгі бөлімі бойынша аспирантурасына қабылданды. 1992 жылы диссертациялық жұмыс жоғары дәрежеде қорғап, техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесіне иеленді. 2000 жылы Халықаралық ақпараттандыру академиясының толық мүшелігіне кандидат болып сайланды. 1992 жылы қазанда Қазақ политехникалық институтының құрылымы мен атауының өзгеруіне байланысты Қазақ ұлттық техникалық университетінің Қаратау қаласында филиалында құрылыс факультетінің декан қызметін атқарды. 1996-1999 жылдар аралығында Жамбыл университеті Қаратау инженерлік техникалық мамандықтар кешені директорының оқу-әдістемелік іс жөніндегі орынбасары. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің Қаратау қаласындағы факультеті деканының орынбасары қызметін атқарды. 1999-2001 жылдары Қаратау Саудагаз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры қызметін атқарды. 2003 жылы қыркүйек айының конкурстық негізде Жамбыл облысы әкімінің білім басқармасының бұйрығымен Қаратау гуманитарлық техникалық колледжінің директоры болып тағайындалды. Доқтырбек Мәселбек өзін жоғары дәрежелі ұйымдастырушы, қабілеті мол, жан-жақты, жаңа педагогикалық технологияларды енгізе, үйрете, әр істің басында қолбасшы болып, ұжымды қай істі болса да игере, коллектив мүшелерін тәрбиелей және алға жетелей білді. Колледж оқытушыларына сапалы білім беруде және тәрбиелі мамандар даярлауда үлкен жұмыстардың ұйытқысы болды. Соңғы 5-10 жылда оқу орнының материалдық техникалық базасы қайта қалыптастырылып және оқу өндірістік кешенді жаңа талаптарға сай жабдықтауда айтарлықтай үлкен жұмыстар жүргізді. 2012 жылы оқу ғимаратында жақсарлатып жабық спорт, ақ және оқу залдары салынды. 2013-2015 жылдар аралығында Еуропалық кеңестің Еуропалық білім қоры агенттігі мен Беларусь Республикалық кәсіптік білім беру институтында Мәскеу модульдік оқыту жүйесі халықаралық орталығында колледждің 13 оқытушысы модульдік дуалдық оқыту технологиясы бойынша біліктілігін көтеру курсынан өтті. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясымен бірлесіп үйлер мен ғимараттарды салу және пайдалану мамандығы негізінде оқытудың кредиттер технологиясын енгізу негізінде эксперименттік алаң жүргізіп оқу үрдісіне енгізілді. Доқтырбек Мәселбеков орта кәсіптік білім саласындағы өзекті мәселелер бойынша өткізілген аймақтық, республикалық және халықаралық біліктілік семинар кеңестер мен ғылыми практикалық конференцияларға қатысып, өз үлесін қосып жүрген ғалым басшы. Білім беруді және сапасын халықаралық біліктілік стандарт талаптарына сәйкестендіру мақсатында Қазақстан-Норвегия жобасы мен Ұлыбританияның Кембридж аймақтық және Хеверинг колледждерімен әріптестік орнатылды. Сонымен қатар 2007 жылдан Білім және ғылым министрінің жұмысшы тобы құрамында алдыңғы қатарлы дамыған елдердің кәсіптік білім берудегі іс тәжірибелерін оқу және енгізу негізінде Швеция, Германия, Дания мемлекеттерінде болып, үздік колледждердің іс тәжірибелерімен танысып, оқу үрдісінде қолдануда үлкен жұмыстар жүргізілді. 2012 жылы сәуір-мамыр айында Түркия Республикасының Истанбул қаласында құрылыс мамандығы бойынша орта буын кадрларын дайындау бойынша халықаралық біліктілікті көтеру курсынан өтсе, 2014 жылы наурыз айында Германияда дуалды оқыту жүйесі негізінде мамандар дайындау тақырыбында семинар кеңеске қатысты. 2014 жылы маусымда Минск қаласында Республикалық кәсіптік білім беру институтында, ал осы жылы шілде айында Москва қаласында модульдік оқыту технологиясын дамыту орталығында біліктілік көтеру курсынан өтіп, оқу үрдісіне қолдануда. Доқтырбек Манатбекұлының басшылығымен колледж оқытушылары мен білімгерлері соңғы жылдары өткізілген республикалық, облыстық байқаулар мен жарыстардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері болды. Колледж оқытушылары облыстық үздік оқытушы 2013,
үздік әдіскер 2014 байқауларына қатысып, облыстық кезеңде бірінші орын алса, 2015 жылы оқытушы Сүленбаева, 2016 жылы оқытушы Асанова үздік педагог республикалық байқауының ақтық сынғы жеңімпаздары атанды. Сонымен қатар, оқытушы Қырғызбаев үздік жас маман 2019 облыстық байқауының бас жүлдесін иеленді. 2020 жылы қазан айында оқытушы Үртаева облыстық үздік педагог 2020 байқауының жүлдегері атанса, осы жылы желтоқсан айында өндірістік оқыту шебері Шонов облыстық үздік шебер байқауының жеңімпазы атанды. Колледж білімгерлері 2015 жылдан жұмысшы құзыреттіліктері бойынша өткізілген WorldSkills облыстық өңіраралық және ұлттық чемпионаттарға тұрақты қатысушы. 2018 жылы сәуір айының 25-28 аралығында Шымкент қаласында өткен WorldSkills Қазақстан 2018 өңіраралық чемпионатына қатысып, үлкен жетістіктерге жетті. 2018 жылы 3 желтоқсан аралығында Астана қаласында колледждің 3 курс білімгері Махамбетов Талғат WorldSkills Қазақстан 2018 ұлттық чемпионатына курсты жөндеу құзыреттілігі бойынша 2-ші орын иеленсе, колледж білімгері Нұрсұлтан Жансұлтан 2019 жылы 11-16 қараша аралығында Астана қаласында өткізілген WorldSkills Қазақстан 2019 республикалық чемпионатта ағаш ұстасы жұмысшы құзыреттілігі бойынша 3-ші орын алды. 2020 жылдың мамыр айында Нұрсұлтан қаласында өткен республикалық білім өркениеті ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығының ұйымдастыруымен өткен халықаралық Қазақстанның үздік студенті 2020 атты байқауында 4-ші курс студенті Біртай жеңімпаз атанды. 2020 жылы желтоқсан айында колледждің 3-ші курс студенті Томан тәуелсіздік мерекесіне орай облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен өткізілген Тәуелсіз ел ұланымен атты видеоролик байқауының жеңімпазы атанды. Колледж директорының тікелей басшылығының арқасында оқу орны республикалық, халықаралық жобалар мен конкурстардың жеңімпаздары атанды. 2013 жылы қазан айында Астана қаласында Нұр Отан Халықтық демократиялық партияның Жас Отан жастар қанаты мен Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің техникалық кәсіптік білім жүйесінің 70 жылдық мерейтойына арналған 2 кезеңнен тұратын «Біз Қазақстанды бірге құрамыз» атты республикалық байқаудың қорытындысы бойынша үздік танылған кәсіптік білім беру ұйымдары қатарына Қаратау гуманитарлық техникалық колледжі еніп, тәжірибеге арналған кәсіптік білім номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. 2011 жылы желтоқсан айында білім ұясы 3-ші республикалық байқау аясында үздік техникалық және кәсіптік білім беру ұйымы бағыты бойынша білікті мамандар даярлау ісіне қосқан зор үлесі номинациясы бойынша дипломмен марапатталып, білім және ғылым министрлігінің алғыс хатын иеленді. 2015 жылы 18 наурызда оқу орны білім берудегі инновация үшін Женева қаласында бизнес және басқару жоғары институты халықаралық сараптау орталығының алтын үкі үздік білім беру ұйымы халықаралық құрмет сыйлығымен марапатталды. Осы жылы 1 маусымда колледж швейцариялық сапа үшін Еуропалық гран-при халықаралық байқауда жоғарғы және орта кәсіптік білім берудегі ерекше жетістігі номинациясы бойынша лауреат атанды. Ал 2016 жылы сәуір айында Қазақстан Республикасындағы сауда өнеркәсіп рейтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен ұлттық бизнес рейтингі ұйымдастыру комитетінің Қазақстан Республикасының дамуына қосқан үлесі және білім саласындағы ерекше жетістіктері үшін 2015 жылдың үздік басшысы ұлттық сертификаты және салалық даңқ орденімен марапатталды. 2018 жылы қараша айында республикалық үздік директор байқауының қорытындысы бойынша жеңімпаз атанды. 2019 жылы қарашада оқу орны Қазақстан Республикасы ұлттық бизнес рейтингі тәуелсіз агенттігінің сала көшбасшысы 2019 сертификатына иеленді. 2021 жылы Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының ұйымдастыруымен өткізілген табысты менеджмент 2021 облыстық байқауында ұжымды басқарудағы заманауи стилі мен жаңашылдық көрсеткені үшін бірінші орынмен марапатталды. Доктурбек Мәсілбек негізгі жұмысымен қатар Талас аудандық мәслихаты 5-6 шақырымдарының депутаты, Нұр Отан партиясы аудандық филиалы партиялық бақылау комиссиясының төрағасы ретінде қаланың ауданның қоғамдық өміріне белсене қатысып, өз үлесін қосуда. Тұрғындардың мұң-мұқтажы мен өтініштері сырт қалған емес. 2015 жылдың 26 сәуірде өткен
Қазақстан Республикасы президентінің сайлауында Қазақстан Республикасы президентіне кандидат Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Нұр Отан партиясы Талас аудандық штабына басшылық жасады. Сонымен қатар 2019 жылы 9 маусымда өткізілген Қазақстан Республикасы президентінің сайлауында Нұр Отан партиясының кандидат Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты қолдау бойынша партияның Талас аудандық қоғамдық штабы төрағасының орынбасары ретінде Қаратау қаласы бойынша басшылық жасады. Еңбегі еленіп, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2015 жылы және Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2019 жылы алғыс хаттарымен марапатталды. Бокстан КСРО спорт шеберіне кандидат облыстық, республикалық және бүкіл одақтық жарыстарда жүлдегер жеңімпаз атанды. Бүгінде жастар арасында салауатты өмір салтын кеңінен насихаттап жүрген азамат және аудандық бокс федерациясына жетекшілік жасап, спортшылардың оқу, жаттықтыру жиынына және республикалық халықаралық жарыстарға қатысуына ықпал жасауда. Қаратау қаласы мен Талас ауданының және облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуына және білім саласында қосқан еңбегі еленіп, Жамбыл облысы 2016, Жамбыл облысы әкімі 2005-2015 жылдары, Талас ауданы әкімі 2006 жылы, мәслихаттың құрмет грамоталарымен және жоғарғы орта кәсіптік білім саласындағы ерекше еңбегі үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрмет қызметкері Абырай Алтынсарин, Қазақстан Республикасы білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына сіңірген еңбегі үшін, облысқа сіңірген еңбегі үшін төс белгілерімен және Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл, Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл, Қазақстан Конституциясына 20 жыл, Қазақстан Республикалық тәуелсіздігіне 25 жыл, Қазақстан мәслихаттарына 25 жыл мерекелік медальдармен марапатталды. Сонымен қатар Талас аудандық мәслихаттың әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан зор үлесі үшін Талас ауданының құрметті азаматы атағы берілді. Біліктілік пен шығармашылық деңгейі мен ғылыми ізденіс жұмыстарының нәтижесінде 100-ге жуық ғылыми және оқу әдістемелік мақалалардың авторы.